Не дыбыс мынау, ё-моё, сағат неше өзі? 12 болып ё-моё, ауырып жатсам өзім оятып жүрген ей, не мынау? О, жарық, давай себе жаңа машина сатып алдым ғой. Маған қараса, житель. Ё-моё, шынымен де мынау машина. Қаяқтан алғансың мұндай машина? Мен ұйықтап жатырмын ғой, шуламасай. Сен де осы жақта тұрасың ғой. Адамдар ұйықтап жатқанын білесің ғой. Мен ғана осы жақта фермада жұмыс істеймін, а сен маған мешет етіп отырсың ұйықтауға. Жарық, кешіріңіз, бірақ қатты айдап қойған соң ол жақта айдағанмын ғой. Ладно онда. Құтты болсын машинам, бірақ енді ұйықтай отырайыншы, или ана жақта айдамайсың ба хотя бы маған мешет еткенше? Енді солай болып кешіре ғой, барып ұйықтай бер. Жарық, мен қалаға кетіп бара жатырмын. Прибыль, ақша, доход, заработок, білесіз ғой орысша сөздерді. Иә, білем, мен сенен жақсы орысшаны білем. Енді сол машинамен, жаңа машинамен барып келемін қалаға. Енді не істеймін мен? Жарық, мен үйіме қарай тұршы, мен үйім бай. Маған срочно, білесіз ғой, бай болғаннан кейін бандиттер келеді. Ё-моё, өзім ауырып тұрсам. Ладно, ұйықтайыншы, құрсыншы. Ұйқымды қандырдым ау. Ё-моё, достар, интересно, житель кетіп қалды ма екен қаласына? Так, машинасы жоқ ау. Машина жоқ. Достар, бүгін мен троллинг дайындадым. Бүгін үйін айналдырып жүретін боламыз. Айбай, кеттік. Мен как раз бүгін креативтамын. Ал есті жауып жүрейік. Так, бізге қарай тұр деген ешкім көріп тұрған жоқ па? Деревняда адам аз ғой. Барлығы үйлерінде отқан шығар. Ал достар, бастайық пранкты. Ал достар, мен уже болып қалдым. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Так, житель келе жатқан жоқ па екен? Жоқ, әлі келе жатқан жоқ. Так. Кеп қалуы мүмкін ол, бірақ сундуктарды алайық. Мына жақта верстак. Жоқ, мына жақта верстак, мына жақта печка, мына жақта 2 сундук. И кровать. Кровать қайда? Мына жақта тұратын еді. Мына жақта кровать. Қараңыздар достар, мен кроватьты қалай қоятынымды. Өсеміз да. Оп. Ол достар, дайын, бүкіл пранк дайын. Естідіңіздер ма достар? Мен деп шығамыз да. Кузницамен кіріп кеттім. Так. Ұттым. Кім ұрып тұр аяқта? Кім бұл? Житель? Келдің ба не қаладан? Житель. Жарық, үйіме не болып отыр, не істеп ұстағансың? Не? Білмеймін мен, чуть-чуть білмеймін. Мен емес па істеген? Жарық, сен болмасаң, кім сен деревняда ешкім жоқ қой? Аяқта жүр адамдар. Мен емес, собранияда жүрген шығар. Шын айтам, мен емес. Жарық, енді не істеп болады? Үй мынандай болып отыр.
Ё-моё, житель саған біреу плотно бір пранк істеп кетіпті ғой. Ё-моё, үйіңді шайқап жіберіпті ғой. Не күліп отсың? Ну, күліп отқан жоқ. Білмеймін. Сен киімің қайда, машинаң қайда? Әше айтқан, әше мені досым ала тұрған балаларым апарып берген ғой заттарын, киімін барлығын. Крутой болып жүрген. О, мал, житель, сен қуасың шай, картошкасын шай, сен үйін міне, киімің жоқ, машинаң жоқ. Қалай келдің сен өзі? Бір пойызбен келдім ғой, пойыз жүріп отыр ғой. Пойыз? Біздің деревня жақта, ауыл жақта пойыз жүре ма не? Ладно. Не істейсің сен? Жарық енді көмектесші, кешірші сені оятып жүрген азанда. Ё-моё, бір күнге кетіп қалып, бүгін келіп, нан істеп тұра. Достар, әдемі болып тұр бірақ, әдемі салып тастады ойын. Өзіме ризамын ше. Өсу керек жителдерді пранктың аты ұқтырып кетеді көп кезде. Біз емес, картошка болды. Житель, енді саған көмектесейін ба? Жарық көмектесші, хотя бы көтеріп кетсек дауыс. Ну давай, так, достар, не алсам болады? Баспалдақты алып жүрейік та. Көмектесіп жүрейік жителға. Досынан алып дейді ғой бүкіл заттарды. Мен оны крутой болып кетті ма деп жүрсем, оказывается, бүкіл заттарын достарынан алған. Ладно, аны көмектесіп жүрейік. Міне. Житель, келе ғой неқа. Мен кіріп кеттім уже. Ал, ладно онда, житель, мен кеттім үйіме. Көріп тұрсың уже, не болып отыр, күн батайын деп отыр ма уже? Уже обед болыпты, қайттай ұйықтай, мен құрсыңыз. Мен үйімді ұзам деп... Житель, мен үйіме кеттім, ноутбук ойнаймын, ұйықтаймын, ау-мау, еще маған жұмыс істеу керек, қарасай огородта өсіп кетті уже барлығы. Жарық, кешір мені кешеңде, рахмет, хотя бы кіргіз жүргенде. Житель, давай. Достар, әдем пранк істеп жүрдік, енді қайттық десіз. Енді тым болмағанда үйге кіріп кетеміз, боламыз. Ал достар, сіздерге троллинг пранк ұнаса маған лайк басып жүрдер. Енді житель андай үйінде тұрады, картошка, кроватин қара, верстагын қара, төбеде тұрған. Маған шынымен де қазір огородты жұмыс істеу керек болады. Міне мотыгым бар как раз. Енді достар, барлықтарына рахмет, сау болыңдар достар.